керемет жаттығу, ол мына аяқты созу, тізеннің артындағы сіңірлер үлкейген сайын адам тартыла береді. Содан кейін қозғалғыштығы нашарлай береді. Ал бізде уже аяқ әлсіз болса, созылғыштығы гибкий болмаса, уже ол ертең біздің осанкамыз бұзады. Бел жұмысын дұрыс атқармайды, жамбас жұмысын дұрыс атқармай бастайды уже. Сондықтан да аяқта мықты әрі гибкий болу керек, қозғалғыштығы мықты болу керек, икемді болу керек. Сол үшін қазір бір керемет жаттығу көрсек, бірақ бұл жаттығуды жасамастан бұрын қыздырынып алу жаттығуы, ол да өте маңызды жаттығулар. Ол үшін қолды тіреміз, екі аяқты осылай аштық осылай дәрежеде. Бір, асықпай, мына аяқты түсірмейміз, 2, 3, қазір 12 рет жасаймыз. 4, 5, 6, 7, жамбасты қыздырып аламыз, 8, 9, қазір көрсететін жаттығу, соңында ол седалищный рыбқа да жақсы. Жамбасқа да тек тізе емес, осылай 12 рет жасадық. Одан соң бір аяқ бөгіліп тұр, мына қолмен поддержка ретінде тіредік, бәшпейден ұстадық, осылай созамыз мысалы. Қазір 15 секунд созамыз. Өздеріңізге тарта бересіздер. Қазір қырымнан көрсетем, осындай положияда отырдық, аяқ бөгіліп тұр. Осыны алдым, 15 секунд, 30 секунд тартамыз. Мына қолмен поддержка бердім. Аяқтың асты тартылу керек. Керемет тартады. 15 секунд, 30 секунд созайық. Жай жібереміз. Резкий движение жасамаймыз. Одан кейін енді басты жаттығуға көшеміз. Бұның техникасымен жасау керек. Ол үшін мені қараңыздар. Мына аяқты қойдым. Аяқ пен қол бәрі бір линияда тұрады. Техникасы өте маңызды. Артын сәл тартты. Бір сызықтың бойында тұр. Қолым бір сызықтың бойында, бәшпеймен аяқпен бір сызықтың бойында тұр. Ендігі жұмысымыз біздің 12 реттен немесе 15-20-дан алдым. Демді алдым, маңдай тегіздім. Қайтадан келдім. Қайтадан демді алдым. 12 рет жасаймыз. Қолды көтермейміз. 3. Бассақ көзі қиын болуы мүмкін. Бұлай тимеуі мүмкін, бүгіліп көтуі мүмкін. Ол ешқандай қорқыныш жоқ, жайлап жасай бересіздер. Осы 12 рет, 15-20 рет тартамыз әбден. Сразу, мысалы осылай алып келдіңіздер, бөлік тимеуі мүмкін, бұлай көтеріп көтуі мүмкін. Жайлап келеді. Осылай 12 жасадыңыздар, сосын келесі жағын қоямыз. Екі аяқтың ортасында бір сызықтың бойы толды. Мына аяқ былай емес, артқы аяқты кішкене тартамыз, артта тұрған аяқты. Осылай алып келдік. Өте маңызды аяқтың қозғалғыштығы естеріңізде болсын. Адамның екінші жүрегі дейді, ол балтырда аяқ өте мықты болу керек. Алыңыздар, тегізіңіз. Әбден созамыз, 3-4 секунд тұрамыз, қайта келеміз. Сосын жай жиналамыз, қолды жинаймыз. Онdan sonra лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыз.